Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қызыл ірімшіктің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен асты қалың ыдысқа сүтімізді құямыз. Мен қазанға құйдым. Енді осы қайнайын деп жатқан кезде үстіне айран құямыз. Менде примерно 4-4,5 литрдей сүт. Соған осы шөміш қасықпен 5 қасық салдым. Шөміш қасық примерно 100-120 грамдай шығады. Жақсылап араластырамыз. Бірден осындай іріп бастайды. Осылай іріп, сары суы шығатын болады. Қарасаңыздар, сары суы шыққан. Енді осыны орташа отта бетін жауып 4-5 сағат қайнатамыз. Менде мына жерде 2 сағат өтті. Қарасаңыздар, сарғайып келе жатыр. Ары қарай тағы қайнататын боламыз. Енді осы кезде біз қант қосамыз. 2-3 сағат өткеннен кейін мен бұған 3 ас қасық толтырып қостым. Мынау уже 3 сағат өткеннен кейін 3,5 примерно сағат өткеннен кейін міне осылай су сарқылып жатыр. Енді қарасаңыздар, 4-4,5 сағаттай өтті. Суы сарқылған, міне енді өшіріп тастаймын. Одан кейін осындай ыдыстар керек болады бізге сүзіп алу үшін. Осындай марлыға сүземін мен. Марлыға барлық жаңа ірімшігімізді құямыз, саламыз. Енді суын сығып алатын боламыз. Енді суы толық сарқылу үшін үстіне жаңа тарелка қойып, өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Тарелка қоям мен және үстіне ауыр зат қоятын боламын. Сонда суы толық астына сарқылып, суы толық астына түсетін болады. Ауыр зат ретінде 2 литрлік банкаға су құйып қойдым. Примерно 1 сағат өтті. Толық сарқылған. Ортада мен төгіп тұрдым. Міне осылай болып шығады. Дәмі деген керемет. Сондықтан жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін.